Алланың беретін пендесіне сауаптары есеп қисапсыз. Рамазан айында берілетін сыйлық, Алладан берілетін сыйлық бұл есеп қисапсыз. Сондықтан Алла бұл Рамазанның сыйлығын өзім берем деп айтты. Баршамыз білеміз. Сол сыйлықтың біреуін қараңыздар. Бізде Рамазан айында пенделердің бірнеше мәрте кешіріліп кетуге мүмкіншілігі бар. Бірнеше мәрте. Оның ең біріншісі білесіздер. Рамазан айының ең бірінші күні кіруімен кешіріп кетеді. Ұстамай қойыңыз, ораза кіруімен, ертең міне уже ұстаймыз деп бірінші тарауыққа кіреміз ғой. Сол күні пенделерін Алла не істейді? Кешіреді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, 5 уақыт намаз өзінің арасындағы, жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы, умра мен умра өзінің арасындағы күнәларды кешіреді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өткен жылғы Рамазанды ұстадық, биылғы Рамазанға кірдік қой. Кірген күні пендесін Алла не істейді? Кешіреді екен. Рамазаннан Рамазанға ниет етіп жеткендік үшін. Рамазанның оразасын ұстайын деп ниет етіп жеткендік үшін. Кетті ма? Таңертеңде бастап, аузымызды бекіткеннен бастап, кешкі ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштелері аузын бекіткен адамдар үшін кешірім тілейді, истиғфар айтып тұрады. Кетті ма? Екінші рет кешіріп кетуге мүмкіншілік бар. Оған тағы қосымша пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен сама Рамадан, кім Рамазанның оразасын ұстаса, иманан вахдисабан, шынайы иман менен Алладан ғана сауабын үміт етіп ұстаса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, Алла оның өткен күнәларының барлығын кешіреді." Кетті ма? Үшіншісі. Төртіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, кім қадір түніне кездессе дейді. Ертең уже күтеміз иншалла соңғы. Міне қазір басталып жатыр ғой, бүгін нешінші күн ауыз бекіткен? 5-ші күніміз. Әлі. Ертең көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді. Соңында не істейсің? Өкінесің. Неге? Тарауықтарға толық қатыспағандың үшін өкінесің. Артыңа бір қарайсың, Рамазанда не істедің? Қарасаң, бір дұрыс нәрсе жоқ қой. Я бір Құранды хатым қылмағансың, я хатым қылып атқан адамның артына келіп тұрмағансың намазға. Я өзің бір жарытып құлшылық қылып дұға қылмағансың. Тек не? Ұйқымен, күлкімен тралала 11 ай қара жүрдің, дәл солай 12-ші Рамазан айында өткізіп жібердің. Бұл өкініш болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Мынадай минбарға қақта мына жақта. Мынау не ақ бірден прямой шығады екен ғой. Давай, ладно. Минбарға көтерілді дейді пайғамбарымыз. Сөйтті де әмин деп айтты дейді. Көтерілді тағы да әмин деп айтты. Көтерілді тағы да әмин деп айтты дейді. Сонда Муаз ибн Жабал деген сахаба айтады, Алланың елшісі, не себепті 3 мәрте әмин деп айттыңыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған мінберге көтерілген кезде Жабраил әмин келді дейді. Жабраил періште келді дейді. Сөйтті де айтты, Мұхаммед, сенің үмметіңнен әке шешесі қолында бола тұрып қартайса, сөйтіп жәннатқа кіре алмаса, сол пенделерге өкініш болсын деп айтты дейді. Мен әмин деп айтып жібердім дейді. Болды, ол уже кетіп қалды, қайтарылмайды ол. Солай кетіп қалды. Кімнің әке шешесі тірі бола тұрып, оған зарар берсе, тілазар болса, айтқанына бойұсынбаса, оған қарсы уф деп айтты. Не то что сөйлеу, уф деп айтса дейді. Уф. Алла Құран кәрімде «Вала тақул лахума уффен» дейді. Уф деп айтпа дейді. Нардай уф сендер деп айтпа дейді. «Вала танхархума» ол екеуіне жекіме дейді. «Ва қул лахума қаулан карима» керісінше ол екеуіне ең жылы тәтті сөздеріңді айт дейді. Сені өмірге әкелгендігіне өкінбейтіндей дейді. Көрдіңіз ба? Ал егер бұларды арнай алмаған пенде, онда ол неде болады? Өкініште болады. Бұл бірінші әмин. Екінші әмин деген себебім дейді. Ей Мұхаммед, сенің атың аталып тұрып, саған салауат айтпаған пендеге өкініш болсын деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың атын естіп отырып, пайғамбарға салауат айтпаған пенделерге өкініш болсын дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Үшінші әмин деген себебім Жабраил айтты дейді, ей Мұхаммед, Рамазанның оразасы кіріп тұрып дейді, күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын дейді. Қандай пенделер дейсіздер ғой? Қалай болса солай ораза ұстаған пенделер дейді. Вообще Рамазанның несіне, руханиятына кіре алмай кеткен пенделер. Не үшін ауыз бекітіп жүрген білмейді, не үшін ауыз ашарға барып жүрген білмейді. Жүр бірақ елмен бірге барады, келеді, ауыз бекітеді. Білмейді ол Рамазанның сыйлығын.
Рамазанның руханияты мен мақсатын білмейді. Не ол Рамазан? Мақсат не ол Рамазан, оразан? А? Паниковать ету? Рухани тазару. Қалай рухани тазаласың? Не ол мақсаты не Рамазанның? Дұрыс айтады. Тамақ жеу дейді ауызашарда. Дұрыс айтады. Лааллакум тақуалыққа жету деді. Дұрыс айтады. Мақсаты не Рамазанның? Тақуалыққа жету. Сізді 11 ай бойы ластаған нәрселерден бойыңды, рухыңды аулақ ұстауың. Міне, Рамазанның мақсаты осы. Құдай бір мұқтаж болып сендерге ауыздарын ойбай бекітіңдерші, қиналып жатыр. Құдай ешкімнің ауыз ашарына да, оразасына да не емес, мұқтаж емес. Азаннан кешке дейін аузыңа тығасың ба ерегісіп Рамазанның ішінде? Проблема жоқ. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Бірақ не? Мақсатын білді ба? Рамазанның мақсаты, бауырлар, тақуалыққа жеткізу. Егер де Рамазаннан кейін, Рамазанға дейін қандай болдыңыз, Рамазаннан кейін дәл сондай болатын болса, сіздің оразада проблема бар дейді, ғалымдар айтады. Ал егер Рамазаннан кейін жақсы жаққа қарай өзгерсең, онда сенің Рамазанның мощный болған дейді. Міне, өкініш болсын деген сөзі пайғамбарымыздың. Қалай болса солай Рамазанның мақсатын, мұратын, ішіндегі руханиятын білмей өткен адамдарға өкініш болсын дейді. Не Құран оқымаған адамдарға? Көрдіңіз бе? Міне, пенде 4-ші мәрте кешірілді Қадір түнінде. Кетті ма? 5-шісі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Алла тағала Рамазанның ең соңғы түнінде ораза ұстаған пенделердің барлығын кешіреді дейді. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, ол Қадір түні ма?" дейді. Қадір түні емес дейді, пайғамбарымыз айтады. Қадір түні өз алдына дейді. Мынау әрбір қызметші қызметінің ақысын ала ма дейді айдың соңында. Дәл сол сияқты әрбір 30 күн ораза ұстаған кісінің сыйлығы күнәларының кешірілуі деп айтты дейді. Ертеңіне Рамазан біткен кезде бізде қандай мереке бар? Ораза айт мерекесі бар. Ораза айт мерекесінде Алланың бүкіл періштелер жер бетіне түсіп, оразасы қабыл болған пенделерді сүйіншілейді екен. Қуаныңдар, қуаныңдар, Алла сендерді кешірді деп айтады дейді. Адамдар айт намаздарына бара жатқан кезде. Барлық көшелерде періштелер солай айқайлайды дейді. Көрдіңіздер ме? Міне бұл 5-шісі ма кешірілудің? Ал енді 6-шысын айтайын. 6-шысы, енді мыналардың ішінде біреу дұрыс болмай қалса деп жатыр ғой. Вариант қалдырып жатыр. Еще бұл вариант өте оңай вариант. Кешіріліп кетуге өте оңай вариант. Өйткені сен сұралмайсың одан. Имам сұралады одан. Ол не? Тараух намазы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен қома Рамадана иманан ва ихтисабан." Кімде-кім Рамазан айында тұрса дейді, қаққа, намазға тұрса, тараухқа тұрса, түнгі намазға тұрса, түндерінде қалай болса солай ұйықтай бермесе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан әйелдерін Рамазандағыдай оятқан емес дейді, ғалымдар айтады, сахабалар айтады. Рамазан кірген кезде әйелдеріне тыныштық бермейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тұрыңдар, бұл ай ұйықтайтын ай емес деп айтатын еді дейді. Басқа айда ешкімді тахажжудке мәжбүрлемейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Міне, мен қома Рамадан, кімде-кім Рамазанда тұрса, міне қара, тараухқа келіп отырса, даканса тұру керек. Қашып кетуді қою керек. Өз жылына бір-ақ рет келетін Рамазан не пәле, қандай шаруа бітіп жатқан. Жайлап 8 оқса да болады. Болмайды сіздерге 8 оқуға. Сіздің намазыңыз вообще келмейді пайғамбардың намазымен салыстыруға. Пайғамбардың 2 рәкағатымен таң атып кете бердім бұған. Қашып кетуге айтыр тек бірдеңе болса дайын тұрамыз. Болмай, келмейді біздің намаз пайғамбардың намазына салыстыруға келмейді, бауырлар. Егер дұрыс емес десең, жәннати сахаба Омардың істеген дұрыс емес дейсің онда. 20 рәкағаттың дұрыс емес дейсің. Соңына дейін тұру керек. Неге тұру керек? Амалдың жоқтығынан деп жатыр ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Әшейін мына қарида жаман ұзақ оқитын бәлекет деп тұрсаң деп жатыр ма? Мен қома Рамаданы, кімде-кім Рамазанда тұрса, қалай? Иманан ва ихтисабан, иманменен дейді. Иманмен деген не ол? Шын жүрекпен деген, ад-души деген. Келесі Рамазанда бармын ба, жоқпын ба деп тұру керек. Биылғы Рамазанда тұрып алайын мен.
Вахтисабан, Алладан сауабын үміт етіп. Неге сауабын үміт етіп? Қарекеңнің оқыған әрбір әрпінде 10 сауап бар. Тыңдаған адамның қайшы? Тыңдаған адамға. Тыңдаған адамға нешеу бар? Қалай тарауққа келіп жүрсіздер, сауабын білмейсіздер осыздар. 27-есі дейді, ол намаздікі ғой, ол әріптігін айтып жатқан жоқ. Тыңдаған адамға да қаридың оқығанымен бірдей сауап жазылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға не дейтін болған? Оқыш, мен тыңдайын деп айтатын болған екен. Құранды тыңдау не ол, бауырлар? Құлшылық ол. Құранды тыңдау, иншалла, оқыған адаммен бірдей құлшылық болады. Әр әріпінде 10 сауаптан. Мысалға ойлаңыздар, бүгін біз 6-шы параға келіп жатыр, қарекеңдер. 6-шы пара бұл Мәида сүресі. Мәида сүресі Құран кәрімдегі ең ұзын 7 сүренің біреуі деп аталады. Қазақшасы не ол Мәиданың? Дастархан. Мәида сүресінің қазақшасы дастархан. Қандай дастархан? Дастарханың мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Ондай дастархан емес ол. Иса пайғамбардың хауарилері, сахабалары келіп, Аллаға айтшы, біздің иманымызды одан сайын күшейтсін, бізге аспаннан дастархан түсірсін деді. Міне сол түскен дастарханның құрметіне осы сүре не деп аталады? Дастархан сүресі деп аталады. Міне бүгінгі оқитын сүре осы, иншалла. 120 аяттан тұрады. 2300 қанша? Ойбай. 2837 сөзден тұрады. 11892 әріптен тұрады. Әр әріпіне 10 сауап. Ол Рамазанның құрметіне 10-нан 700-ге дейін тағы көбейтіледі. Көрдіңіз ба? Соның барлығын алып қайтуға мүмкіншілік бар ма? Бар ғой. PlayStation ойнағанда да 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмейсің ғой? Еш жерің талмайды да, бірақ тарауққа келгенде талып қалады да бір жерінде. Көрдіңіз ба? Шайтан сондай дүниенің ләззаттарын әдемі қылып көрсетеді адамға. Мынадай құлшылыққа келген кезде бір жерін талдырады, қыштады, дәретіңді қысады, өйтеді, бүйтеді, біреу жазып қалады, өмірде жазбайтын біреу жазады. Тез келмесең, ойбай, біз не қылайын деп атпен. Соған кетесің жаңа, 5-ші рәкаттан 6-ші рәкаттан. Сондықтан осындай бүгінгі сүре, Мәида сүресі, соның сауабы не? Тарауққа қатысқан адамдар, міне, ең болмаса оразаң дұрыс болмай қалды. Пайғамбар жұбаныш деп атқаным, оразаңда қате кетіп қалатса, онда тарауққа кел деп атыр. Хотя бы тарауқыңмен естелінесің деп атыр, кешіріліп кетесің деп атыр. Былай болмаса, былай болмаса, бүкіл вариантты беріп қойған ғой Алла тағала бізге. Осы Мұхаммедтің үмметіне сол варианттың барлығын естеген Алла берген ғой, берген. Құдайға шүкір ғой. Просто оны істейтін адам керек та. Дұрыс па, бауырлар? Сондықтан бүгін иншалла қарекең артында тұруға Алла тағала иманан вахтисабан, от души тұруға. Ұзақ бүгін жоқ қой, қай рәкат келіп, қай рәкат. Демей, шын жүрекпен сауабын үміт етіп, қайта бір парадан оқып жатыр, Құдайға шүкір. Баяғыда 2010 жылы біздің аралда, енді ол 2010 жылы қари жоқ қой кезде Қазақстанда. Айналдырған бір 20-30 қари бар. Ол қарилар бір Рамазанда неше 10 қалаға хатым түсіреді. Бір күнде, 3 күнде бір қаланың хатымын бітіреді олар. 10 парадан оқиды ғой, короче, 10 парадан. Аузыңды ашқаннан бастап бірден тұрасың, сол жерде сәресіне бектесің ғой. Жоқ, шын айтып attым, мен соны көрдім кәдімгі. Ағалар да бар білетіне. Қазір Аллаға шүкір, жыл сайын пәленбай жүздеген қари Қазақстаннан шығып жатыр. Ол деген сөз не ол? Әр күні қиналмай бір парадан тұруға мүмкіншілік бар деп айтайын.